Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жас маман жобасы басталды. Жас маман жобасы аясында Шығыс Қазақстан ауыл шаруашылық колледжі ауыл шаруашылығы механикаландыру мамандығы бойынша компьютерлік технологиялармен жабдықталған заманауи ауыл шаруашылығы техникасы және жабдықтарымен жарақтандырылды. Бұл жабдықтар оқытылатын материалдың сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік беріп, ауыл шаруашылығындағы инновациялық заманауи технологиялардың үлкен бөлігін қамтиды. Аграрлық ғылымның қазіргі заманғы жетістіктері, ауыл шаруашылығы өндірісінің жаңа технологиялары туралы білімдері мен практикалық дағдылары жоғары деңгейдегі жоғары білікті және сұранысқа ие мамандарды қалыптастыруға ықпал етеді.